Нұрғиса Тілендиев атындағы Кіші өнер академиясында ағашты өңдеу мамандығы бойынша оқу тамамдадым. 2012 жылы оқуды бітіргеннен кейін Алматы қаласындағы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында металлды көркемдеу өңдеу факультетіне оқуға түсіп, 2012 жылы бітірдім. Бітіргеннен кейін мен Атырауға оралып, өзімнің жеке шеберханамды ашуға тырыстым. 2016 жылы Атырау облыстық әкімдіктің қолдауымен Атырау қаласындағы ассамблеяның ғимаратының жанында өзімнің жеке шеберханамды ашуға көмектесті. Сол жылдан бері мен осы жерде шәкірт тәрбиелеп келемін. Сол жылдан бері өзімде осы жерде қолөнердің шәкірттерін тәрбиелеп, Атырау облысында қолөнердің дамуына өз үлесімді қосып келемін. Мен өз жеке шеберханамды Махамбет ауданында ашу туралы ойластырып жүрген. 2020 жылы Теңгиш Еуро компаниясының қолдауымен Евразия Орталық Азия қорының ұйымдастыруымен жарқыра жобасына қатыстым. Сол жобаға қатысып мен жеңімпаз атандым. Бұл жобада біз өзіміздің жеке бизнесіміздің жоспарлау, маркетинг, қаржы мәселесінде көптеген дәрістер алып, бизнесімді алғары жылжытуға көптеген көмек болды. Сол арқылы біз Алматы қаласында өзіммен қоса 2 шәкіртімді ертіп, Қазақстан қолөнерші одағының мүшесі Ардақ Әбішевтің шеберлік сабақтары өттік. Қазақстан Республикасының қолөнерші одағының директоры Айжан Беккулова ханымның конкурстарымен, жұмыстарымен танысып, қазіргі таңда қолөнер жөнінде дәрістер алып қайттық. Осыған дейін де мен Атырау облысында 3-6 шәкірт тәрбиеледім. Олардың ішінде 2-і жеке шеберханасын ашып жұмыс жасап жатыр. Қазіргі таңда жарқыдан отқан қаржымды мен шеберханамдағы құрал жабдықтар алып, Атырау қаласындағы қолөнершілердің деңгейін және студенттердің қолөнерге баулу мақсатында жұмсамақпын. Өкінішке орай, осыған дейін де менде көптеген шәкірттер үйренуге құлшыныс танытты. Бірақ та біздегі құралдардың жетіспеушілігінің себебінен мен көп шәкірт тәрбиелей алмадым. Бірақ осы жарқыраның жобасы арқылы біз облыстағы қазақ халқына деген төл өнерін қайта дамытып, кеңінен елге таратуға, насихаттауға тырысамыз. Сол арқылы біз қазақтың төл өнерін облыс деңгейінде, республика деңгейін және әлемдік деңгейіне дамытатынына сенімдімін.